Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі менің алғашқы тағамым итальяндық паста фетуччино. Бізге керекті ингредиенттер: 400 грамм тауықтың төс еті, консервадағы саңырауқұлақ, тауық етіне арналған дәмдеуіш, зәйтүн майы, ірімшік 100 грамм, спагетти, қара және қызыл бұрыш, тұз, сарымсақ, кілегей. Тауықты кішкентай бөлшектерге бөліп тураймыз. Сарымсақты сақтаймыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, табамызға бөлшектелген тауықтың төс етін салып 10 минуттай қуырамыз. Сақталған сарымсағымызды 10 минут қуырылған тауық етіне қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызға 100 мл суық су құйып, 10 минутқа бұқтырылады. Қайнап тұрған суға спагеттиді салып, 15 минутқа бұқтырамыз. Осы уақыт аралығында табамызда қуырылып жатқан тауық етіне консервадағы саңырауқұлақ, дәмдеуішті, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Дайын болған спагеттиді табаға салып, араластырып, кілегейді құйып, 10 минутқа баяу отта бұқтырамыз. Мінекей қыздар, біздің итальяндық паста фетуччиномыз дайын. Өте дәмді қыздар, сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін.